Саламатсыздарбы балдар, математика пәні 150 сабақ. Соңғы сабағымыз бекіту, сен есептерді шығарасыз және модельдеуді үйренесің. Лагердегі демалыс кезінде балалар алма жинауға көмектесті. Жәшіктердің массасы туралы деректерді пайдалана отырып есеп құрастыр. Бізде 12 жәшік қызыл алма, 9 жәшік көк алма және жалпы массаға санына берілген есептер формула берілген екен. Қызыл алма 12 килограмм, бірдей жәшікте жалпы салмағы 36 килограмм. Жасыл алма 9 килограмм, бірдей жәшікте неше килограмм? Яғни бұл жерде біз 36-ны 12-ке бөлеміз, 3 жәшіктің саны шықты. Және 9-3-ке көбейтеміз, 27 килограмм жасыл алманың жалпы массасы шықты. Яғни жасыл алма 27 килограмм екен. Қызыл алма 12 килограмм, белгісі жәшік 1 килограмм, жасыл алма 9 килограмм, 4 жәшік және 1 килограмм дейді. Бұл жерде 9-ға 4-ті көбейттік, 36 килограмм жалпы массасы. 36-ны 12-ке бөлеміз, 3 килограмм. Қызыл алма салынған жәшіктің саны, яғни 3 жәшік қызыл алма әкелінген екен. Ағылшын тілі 69 бала, математика белгісіз бала, бірақ ағылшынға қарағанда 3 есе кем. Ал әртүрлі үйірмелер белгісіз, бірақ ағылшын мен математиканы қосқандағымен бірдей дейді. 69-ды 3-ке бөлеміз, 23 бала математика үйірмесіне қатысады. 69-ға 23-ті қосамыз, 92 бала, бұл әртүрлі үйірмеге. Және 92-ке 92-ні қоссақ, 187. Жауабы үйірмелерге барлығы 184 бала қатысты. Сахналық қойылымға 27 бала би биледі, 2 есе артық. Көрермендер белгісіз, барлығы 145 бала. 2 есе артық десе 24-ке көбейтеміз, 48 бала би билеген бала саны, 24-ке 48 қосамыз, 72. Сахналық қойылым көрсеткен би билеген балар саны және барлық бала саны 145-тен 72-ні азайтамыз, 73. Жауабы 73 бала көрермен болған екен. Кесте бойынша есеп құрастырайықшы балалар. Қараңдаршы, жеде берілген, белдемше берілген және формалар берілген. Жеде 110 сантиметрден 5 дана, белдемше 70 сантиметрден 6 дана. Барлығы неше сантиметр? 110-ға 5-ті көбейтеміз, 555 жеденің жалпы шығыны. 70-ке 6-ны көбейтеміз, 420 белдемшенің жалпы шығыны. 550-ге 420 қосамыз, 970. Барлығы 9 метр 70 сантиметр мата жұмсалды. Диаграммада жазғы лагерде демалған балалар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оны досыңа қой дейді. Балалар саны қараймыз. 0-ден 260-қа дейін және 4 маусым берілген екен. Сұрақтар қойып көрейік. Жазғы лагерде барлығы неше бала демалды? Қай маусымда бала саны аз болды? Екінші маусымға қарағанда үшінші маусымда неше бала артық демалды? Қай маусымда бала саны көп болды? Бірінші маусымда 180 бала, екінші маусымда 160, үшінші маусымда 240, төртінші маусымда 200 бала. Барлығы неше бала? Қосамыз, 180 қосылған 160, қосылған 240, қосылған 200, 780. Жазғы лагерде 780 бала демалды. Бірінші маусымда 160 бала, екінші маусымда 160 бала, үшінші маусымда 240 бала. Неше бала артық? 240-тан 160 азайтамыз, 80 бала. Екінші маусымға қарағанда, үшінші маусымда 80 бала артық демалды. 112 сантиметр көбейтілген 5 тең 560 сантиметр. 322 метр көбейтілген 3 тең 966 метр. 985 килограмм бөлінген 5 тең 197 килограмм, 189 миллиметр бөлінген 9 тең 21 миллиметр. 14 сантиметр 7 миллиметр бөлінген 7 тең 21 миллиметр. 2 центнер 68 килограмм бөлінген 4 тең 67 килограмм. 6 сантиметр 6 миллиметр көбейтілген 2 тең 132 миллиметр. 2 центнер 5 килограмм көбейтілген 3 тең 615 килограмм. Лагерь асханасында әрқайсында 25 килограммнан 4 жәшік банан балаларға таратылады. Содан кейін онда тағы 38 килограмм банан қалды. Асханада барлығы неше килограмм банан болған? Не істейміз? Бұл жерде таратылды 25 килограммнан 4 жәшік қалды, 32 килограмм. Барлығы неше килограмм? 25-ке 4-ті көбейтеміз, 100 килограмм, 100-ге қалған 38 килограммды қосамыз. Жауабы асханада 138 килограмм банан болған екен.
Мен бір сан ойландым, оны 5-ке арттырғанда 60 шықты. Мен қандай сан ойландым? X қосылған 5 тең 60, X тең 60 азайтылған 5, X тең 55. Ойлаған сан 55. 73 саны мен ойлаған санынан 23-ке арттым. Мен қандай сан ойладым дейді. X қосылған 23 тең 70, X тең 70 азайтылған 23, X тең 50. Ойлаған сан 50. 6 саны белгісіз саннан 39-ға кем, белгісіз сан нешеге тең? X азайтылған 6 тең 39, X тең 39 қосылған 6, X тең 45, белгісіз сан 45. Мен ойлаған сан 58-ге қарағанда 18-ге кем. Мен қандай сан ойладым? 58 азайтылған X тең 18, X тең 58 азайтылған 18, X тең 40. Ойлаған сан 40. Егер 62 саны мен ойлаған саннан 27-ке артық екені белгілі болса, онда мен ойлаған сан тап дейді. 62 азайтылған X тең 27, X тең 62 азайтылған 27, X тең 35. Ойлаған сан 35 екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.